Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Сабақтарыңызда немесе ашық сабақтарыңызда қолданылатын барлық мұғалімдерге қолжетімді Classroom Screen онлайн тақтасымен таныстыратын боламын. Бұл онлайн тақтаға кіру үшін Google-дың іздеу classroomscreen.com деп кірсеңіздер болады. Бұл онлайн тақтаға тіркелудің қажеті жоқ, кез келген интернеті бар компьютерде қолдансаңыздар болады. Енді сіздерде ағылшын тілінде болса, перевести на казахский деп мышканың оң жағын басу арқылы жаңағы басқа тілге ауыстырып алсаңыздар болады. Мінекей жұмысымызды жалғастыру үшін қазір іске қосыңыз кнопкасын басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде компьютердің жұмыс үстелі сияқты бетше ашылатын болады. Мінекей бізде осындай бетше ашылды. Енді астында осындай құрал саймандары бар. Жұмыс жасайтын осы құрал саймандарды жаңа қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Енді бұл жерде бізде бэкграундты бассаңыздар жаңағы фондар шығады. Кез келген фонның үстіне бір рет басып өзгертсеңіздер болады. Мінекей. Енді бұл жерде пол деген бар. Бұны сабақтың соңында қолдансаңыздар болады, кері байланысқа, немесе өзіңіздің фантазияңызға байланысты қолдансаңыз болады. Мысалға, неге сұрақ жауап ретінде, смайлик ретінде, немесе ақиқат жалған деп жаңағы сабақтың соңында қолдансаңыздар болады. Неге смайлик ретінде алып көрейік. Мысалға, мынерге қазір сұрақ жазып көрейік. Кетіріп тастаймыз. Сабақ ұнады ма? Өзіңіздің фантазияңызға байланысты қолдана берсеңіздер болады. Мына жерде смайликтің түрлерін таңдайық. Енді мысалға сабақты түсіндім десе жасыл, орташа десе сары түспен, түсінбедім десе қызыл. Екі оқушы жауап берді. Осылай оқушылар жауап берсе, өте қызықты. Тақтаға шығып, ручкамен жасаса да өте қызықты балаға. Керек емес болса, онда қызылды X басып тастайсыз. Келесі рандомный им деген бар. Бұл жерде оқушылардың аттарын жазып, мысалға Айжан, Нұржан, Туман, Іңкар деп жазып, мына кнопканы басасыз. Басқаннан кейін мына жерде фондарын таңдауға болады. Енді бұл жерде үлкейтіп, кішірейтуге болады. Үлкейтіп экранға шығарып қойсаңыз болады, немесе кішірейтіп бір шетіне қойсаңыз болады. Мына кнопканы басқаннан кейін қазір Айжан сабақ айтады, немесе Нұржан сұраққа жауап береді деген сияқты қолдансаңыздар болады. Керек емес болатын болса, X-ті басып тастайсыз. Келесі QR код арқылы. Мына жерге өздеріңіздің жаңағы алдын ала дайындалған тапсырмаңызды көшіріп алып келсеңіз болады. Мысалға, ақпарат деген не? Ақпарат деген не деген сұраққа қазір QR код жасайтын боламыз. Мінекей. Мына жерде қателесіп кеттік. Мінекей осы QR кодты оқушылар өздерінің ұялы телефонына түсіру арқылы сұрақтарға жауап берсе болады. Одан кейін мына жерде дыбыстарды қолдансаңыз болады. Осыны басып қою арқылы, мысалға, класс шумный болатын болса, онда мінекей қызылға өтіп кетеді былай қазір. Қызылға өтетін болады. Егер шумный болатын болса, осылай дыбыстарды қолдансаңыз болады. Бұл жаңағы дыбыстармен өте ерекше. Мына жерде сурет қолдансаңыз болады. Мысалы, түсіндірме жұмыс ретінде, немесе мына суретте не көріп отырсыз деген сияқты. Осылай суреттерді қойсаңыз болады. Үлкейтіп кішірейтуге болады. Өте керемет. Мына жерде текст қолдану болады. Мысалға, сабақтың тақырыбы деген сияқты. Келесі draw, яғни бұл жерге сурет салуға болады, немесе есептер шығаруға болады. Осылай жазу арқылы. Мына жерде кетіріп тастаса болады. Және жоғарға немесе астына қойса болады осы қолдың көмегімен. Келесі түсін таңдауға болады. Сары, жасыл деген сияқты. Мынадай дөңгелек қолдануға болады, төртбұрышты қолдануға болады. Бәрі қолжетімді, жасап көрсеңіздер болады. Мына жерде тыныш отыр, жаймен сөйле, сұрақ деген сияқты, топтық жұмыс, жұптық жұмыс деген сияқты. Осылай бір шетке қойып қойсаңыз болады. Дыбысы өте ерекше. Жаңағы оқушылардың назарын бірден тақтаға аудартады. Осылай дыбыстар шығады. Келесі тағы бір күшті бір әдіс қараңыздар. Бағдаршам әдісін қолдансаңыздар болады. Үстіне бассаңыз жанады, және де жаңағы дыбыс шығарады. Мысалға, дайындалыңыз, сұраққа жауап беріңіз деген сияқты қолдансаңыз болады. Келесі таймер қоюға болады. Осылай жүріп тұрады.
тапсырма берген кезде сағат қоюға болады. Сонымен қатар календар қоюға болады. Мінекей керек емес болатын болса, міне X батырмасын бастасайсыз, немесе осылай бір шетке қойып қойсаңыз болады. Келесі мына жерде мысалға осында қолдануға болады сабақтарда. 3-ші сұраққа жауап немесе 4-ші сұраққа деген сияқты өзіңіздің фантазияңызға байланысты қолдана берсеңіздер болады. Келесі мына жерде группаға бөліп береді. Мысалға мына жерде сізде дайын тұрған жаңағы топтың тізімі болатын болса, осы жерге көшіріп алып келсеңіз болады, немесе осылай жазсаңыз болады. Мен пример ретінде сан алайын. 4 топқа, егер сіздерде 3 топқа бөлу үшін мына жерде number of groups деген бар. Осы жерде 3-ге немесе 2-ге қойып группаға бөлінсе болады. Осылай группаға бөлсеңіз болады, онлайн группа. Келесі мына жерде stopwatch деген бар, жаңағы таймер. Қолдансаңыз болады, веб-камера қолдансаңыз болады, сонымен қатар видео қолдансаңыз болады. YouTube каналда кез келген бір жаңағы сабаққа арналған видеоны осында сілтемесін алып келу арқылы жаңағы видео көрсетсеңіз болады. Сілтемесін осында қоясыз, жаңағы сізде автомат түрде видео ашылатын болады. Және ол видеоны ортаға қойып, мінекей үлкен экранда шығарсаңыз да болады. Осылай үлкейтіп қоюға болады. Мінекей осылай. Бұл мұғалімдер үшін тиімді онлайн тақта, қолжетімді, барлық мұғалімдерге қолдануға болады сабақтарында. Осы менің ұсынған видеом сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын.